Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мейірбике ісі пәнінің 5 кезеңнен тұрады. Оның бірінші кезеңі ампуладан дәрілік затты алу болып табылады. Ампуладан дәрілік затты алмас бұрын процедурный кабинетке, яғни кіргенде мейірбикенің, яғни сыртқы киімдері сәйкес болу керек. Халат, қалпақ, маска және ауыстыратын аяқ киімі. Және де дәрілік затты алмас бұрын біз қолымызды этап бойынша, кезең бойынша жуып шығамыз. Оны бірінші, егерде көрсететін болсақ, бірінші алақанды жуамыз, екінші білезікті жуамыз, үшінші кезеңі қолдың сыртқы жағын жуамыз, төртінші кезең бас бармақты жуамыз, бесінші кезең тырнақтың арасын жуамыз, алтыншы кезең алақанды жуамыз. Қолды жуып болғаннан кейін біз стерилді салфеткамен қолымызды сүрткеннен кейін стерилді перчатка киюіміз қажет. Стерилді перчатканы кигеннен кейін біз дәрігердің тағайындаған дәрілік затты мұқият оқып шыққаннан кейін біз, яғни ампуланы алғаннан соң, ампуланы, яғни оның жарамдылық мерзімін, мөлшерін, процентін және оның түсін мұқият қарап шығуымыз қажет. Одан кейін стерилді кескішпенен ампуланың жіңішкерген жағынан кесе отырып, стерилді пинцетпенен мақтаны, яғни дайын спиртке батырылған мақта тампонын алып, пинцетті қайтадан орнына қойып, ампуланың кесілген жерін сүрте отырып, яғни біз сындырамыз. Бұл қалдықты біз Б класына тастаймыз. Яғни екіншіден шприцтің кесілген дайын, яғни бір реттік шприцті ала отырып, қалдықты тастаймыз. Шприцтің, яғни инені ампуланың шеткі жеріне тигізбей, ортасына енгізіп, ампуланы сол қолдың екінші және үшінші саусағына қоя отырып, біз дәрілік затты сорып аламыз. Дәрілік затты сорып, наны Б класына тастап, яғни біз шприцтегі ауаны шығару үшін сол қолдың сұқ саусағымен иненің канюлясынан ұстай отырып, сол қолдың екінші, үшінші, төртінші, бірінші саусағымен цилиндрін ұстай отырып, оң қолменен ауаны, яғни шығаруымыз қажет. Ауаны шығарғаннан кейін біз бұның қақпақшасын жауып, иненің бірінші этапты аяқтаймыз, яғни бірінші кезеңді аяқтаймыз. Бірінші кезеңді аяқтаймыз. Яғни бірінші кезеңді аяқтағаннан кейін біз осы дайын шприцімізбен тері ішіне енгізуіміз қажет, яғни дәрілік затты. Тері ішіне енгізбей жатып, науқастың қолын, яғни киімінен босатып, көбінесе тері ішіне білектің алдыңғы білекке енгізіледі дәрілік зат. Ол үшін алдыменен біз стерилді пинцетпенен екі спиртке батырылған мақтаның екеуін алып аламыз. Екеуін алғаннан кейін, яғни науқастың қолын ашып дайындап алғаннан кейін, бір мақтаменен білекті үш бөлікке бөлген кезде, оның ортаңғы бөлігінің бір бағытта сүртеміз, жалпылай бір бағытта сүртіп, оны біз Б класына тастап, екінші мақтамызбенен сол ине салатын жерді сүртеміз. Сол жерді ғана бір бағытта сүртіп,
иненің бізде кесілген жері, яғни шприцте, цилиндрде көрсетілген шкалалардың тұсына тұспа-тұс қоя отырып, сол қолымыздың бас бармағымен теріні тарта отырып, оң қолымызбенен сұқ саусағымен канюляны және бірінші, үшінші, төртінші саусақпен цилиндрді ұстай отырып, біз эпидермиске инені енгіземіз. Бұл кезде біздің шприціміз 15 градуста болуы қажет. Эпидермиске енгізгеннен кейін сол қолымызбенен шприцті ұстай отырып, оң қолымызбенен жайлап дәрілік затты жібереміз. Дәрілік затты жібергеннен кейін, бұл тері ішіне көбінесе аллергияға сезімталдықты анықтағаннан кейін, бұл кезде спиртке батырылған мақтаны қойып тұрып алмауымыз қажет. Біз шприцті тартып аламыз, ол жер өзі кеуіп құрғауы қажет. Яғни спиртті қайтадан қоюға болмайды. Осылай біз екінші кезеңді аяқтаймыз. Біздің үшінші кезеңіміз тері астына дәрілік затты енгізу болып табылады. Яғни біз тері астына дәрілік затты ампуладан бірінші кезеңде көрсетілгендей дәрілік затты сорып аламыз. Дәрілік затты, яғни дайындап болғаннан кейін тері астына біз дәрілік затты енгізуіміз қажет. Сол үшін стерилді пинцетпенен спиртке батырылған мақта тампонының екеуін алып аламыз. Науқасты отырғызып, немесе жатқызып, ыңғайлы қалыпта отырғызамыз, немесе жатқызамыз. Тері астына көбінесе біз иық сүйегінің сыртқы жағына дәрілік затты енгіземіз. Сыртқы жағына, яғни иық сүйегін 3 бөлікке бөлген кезде, көбінесе 3 бөлікке бөлген кезде ортаңғы және жоғарғы бөліктің екі шекарасына жасалынады. Ол кезде біз бір тампонменен үлкен аймақты бір бағытта сүртіп аламыз. Оны Б класына тастап, екінші мақта тампонменен ине салатын орынды сүртіп, аймақты біз шприцті, яғни жаңа айтып кеткендей, кесілген жері, яғни көрсетілген мөлшерлемелердің бір бағытта болуы тиіс. Оң қолдың сұқ саусағымен канюляны бірінші және үшінші, төртінші саусақпенен цилиндрді ұстай отырып, бұл кезде біз көбінесе тері астына салған кезде сол қолдың бірінші, екінші саусағымен теріні қатпар жасай отырып, теріге қатпар жасай отырып, сол кезде бізде пирамида пайда болады. Яғни ұшы жоғарға қараған, негізі төменге қараған. Шприцті 30 градуста ұстай отырып, яғни терінің ішіне енгіземіз. Тері астына енгіземіз. Тері астына енгізгеннен кейін дәрілік затты, яғни оң қолменен жайлап жібереміз. Жіберіп болғаннан кейін біздің екінші мақтамыз сол қолдың 4-ші және 5-ші саусағының арасында тұрғанды алып, яғни ине салған жерге қоя отырып, инемізді суырып аламыз. Бұл үшінші кезеңді біз осылай аяқтаймыз. Ал салып болғаннан кейін қалдық, яғни шприц мақтамызды Б класына тастаймыз. Үшінші кезең аяқталды. Мейірбикесі пәнінің төртінші кезеңі. Төртінші кезеңі бұлшық етке дәрілік затты енгізу болып табылады. Яғни біз біріншіден ампуладан дәрілік затты қайтадан алатын болсақ, ампуланы алып, оның атын, мөлшерін, процентін, түсін, ішіндегі мөлдірлігін қарай отырып, кескішті алып, ампуланың жіңішке жерінен кесе отырып, екіншіден стерилді пинцетпенен спиртке батырылған мақта тампонын алып, кесілген жерді сүрте отырып, біз ампуланы, яғни басын кесеміз. Кескен қалдықты Б класына тастаймыз. Енді біз шприцті, бір реттік шприцті қолданылады. Оның арнайы кесілген жерінен аша отырып, яғни поршень жағынан, ине жағынан емес,
аша отырып қалдықты Б класына тастап, сол қолдың екінші және үшінші саусағынан ампуланы ұстай отырып, инені ампуланың шетіне тигізбестен дәрілік затты енгізіп, дәрілік затты сорып аламыз. Дәрілік затты алғаннан кейін қалдық ампуланы оны Б класына тастай отырып, сол қолдың сұқ саусағымен шприцтің канюлясын ұстап, бірінші, үшінші, төртінші саусақпен цилиндр ұстай отырып, оң қолменен ауасын шығарамыз. Ауасы шығарғаннан кейін оның қақпақшасын жаба отырып, стерилді пинцетпенен спиртке батырылған мақта тампонның екеуін аламыз. Екеуін сол қолға аламыз. Екеуін алғаннан кейін науқасты қалыпта жатқызып, яғни бұлшықет ішіне бізде көбінесе жамбасқа салынады, санға салуға болады, иық сүйегіне салуға болады. Қай жерде бұлшықет массасы жақсы дамыған жерге бұлшықетке біз енгізуіміз қажет. Яғни біз жамбасқа салатын болсақ, науқасты жатқызып жамбасын ашып өтінгеннен кейін, бір жамбасты егерде біз төртке бөлетін болсақ, яғни бұл жерде қасаға төмпешігінен крест түрінде төртке бөліп, оның сыртқы бұрышына, яғни сыртқы төрт бұрышына, ортасына жалпы бір бағытта жалпылама етіп сүртіп аламыз. Оны Б класына тастап, екінші мақтаменен біз ине салатын жерді сүртеміз. Ине салатын жерді сүрткеннен кейін шприцті 90 градуста, яғни сол қолменен бұлшықет массасын қатпар жасай отырып, оң қолымызбенен инені 90 градуста ұстай отырып, біз бұлшықетке енгіземіз. Яғни енгізген кезде иненің 2-3 мм толық батпай тұруы қажет. Осылай салғаннан кейін оң қолменен дәрілік затты енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін біздің спиртке батырылған мақтамызды қоя отырып, инемізді аламыз. Және кішкене инемізді алып, науқасқа төртінші, яғни дәрілік затты енгізіп болғанымызды айтып, төртінші кезеңді аяқтап, қалдық, яғни шприцпенен мақталарды яғни Б класына тастаймыз. Б класына тастаймыз. Осылай төртінші кезеңді аяқталады. Бесінші кезең, біздің бесінші кезең вена ішіне дәрілік затты енгізу болып табылады. Вена ішіне дәрілік затты енгізу үшін алдыменен жаңа басында айтып кетілгендей ампуладан дәрілік затты алу болып табылады. Яғни біз ампуланың сыртқы дәрілік заттың атын, мөлшерін, процентін көріп алып, оның түсін, жарамдылық мерзімін анықтап болғаннан кейін кескішті алып, ампуланың жіңішке жерінен кесе отырып, екінші стерилді пинцетпенен спиртке батырылған мақта тампонын алып, сүрте отырып, кесілген жерді, яғни ампуланың басын сындырамыз. Сөйтіп біз Б класына тастаймыз. Екінші, яғни шприцті ашу үшін бір реттік шприцті қолданылады. Арнайы кесілген жерменен поршень жағынан шприцті босатып, қалдыққа тастап, сол қолдың екінші және үшінші саусағының арасынан инені ампуланың шетіне тигізбестен салып, дәрілік затты біз сорып аламыз. Дәрілік затты алғаннан кейін, яғни біз отходқа тастап, ампуланың сыртқы несін, яғни ампуланы шприцтен ауаны шығару үшін сол қолдың сұқ саусағымен канюляны ұстай отырып, үшінші, төртінші, бірінші саусақпен цилиндрді ұстай отырып, оң қолменен ауаны шығарамыз шприцтегі. Ауаны шығарып болғаннан кейін қақпақшасын жауып, пинцетпенен екі спиртке батырылған мақтаны алып, яғни науқастың яғни көбінесе венаға біз қолға саламыз. Ол үшін біз бірінші жғутты енгізуіміз қажет. Жғутты біз
науқас қолының шынтақ шұқырынан 2 см жоғары немесе 2 саусақты қойған кезде сол жерден жгутты салып, жгутты салғанда шешу оңай болу үшін, яғни бір жгуттың бір резинасын тарта отырып, біз құлақ қылып байлаймыз. Яғни бізге шешу оңай болады. Науқасқа қолын ашып, бірнеше рет ашып жұмуын өтінеміз. Ашып жұмғаны кезде біз яғни 2 саусақпенен тамырдың пульсациясын қай жерде жақсы пульс ұрып тұрған анықтап аламыз. Анықтап болғаннан кейін сол жерге 2 тампон, спиртке батырылған тампонның біреуіменен бір бағытта кең аймақты сүртіп алып, оны сүртіп алып Б класына тастап, екінші спиртке батырылған мақтаны сол ине салатын жерді сүртіп, сол қолдың 4-5 саусағын арасына қыстыра отырып, инені кесілген жері, яғни бұл жерде миллилитрді көрсетіп тұратын жазулардың мен бірге бір бағытта болуы тиіс. Оң қолдың сұқ саусағымен канюляны ұстай отырып, оң қолдың 3-ші, 4-ші, 5-ші саусағыменен цилиндрді ұстай отырып, сол қолдың сұқ саусағыменен сол дәрілік салатын жердің терісін жайлап тарта отырып төмен, ине салудың 2 жолы бар. Бірінші, осы венаға параллельді етіп терінің астына параллельді жүргіземізде, одан кейін венаға түсеміз. Венаға түскен кезде негізі бір қуыс жерге түскенде сезім болады. Сол кезде поршенді жайлап тартып көреміз. Сол кезде қан шығады шприцте. Қан шыққаны, яғни біз венада тұрмыз деген сөз. Ал екінші жолы тікелей венаның үстінен венаға түсуге болады. Теріге бірден сол венаға түсуге болады. Қан тамырға түскенімізге көз жеткізгеннен кейін жгутты жайлап шешеміз. Жгутты шешкеннен кейін осы сол қолымызбенен шприцті ұстай отырып, оң қолымызбен дәрілік затты жайлап жібереміз. Жіберіп болғаннан кейін, біздің сол қолдың 4-5 саусағын арасында спиртке батырылған мақтамызды орнына, ине салған орынға қоя отырып, жайлап инені суырып алып, науқасқа қолын бүгуді өтінеміз. 3-4 минут бүгуді өтінеміз, яғни жаңағы қан тамырлар көгеріп қалмас үшін, қанның терасына кетпесі үшін. 4-5 минуттан кейін, яғни спиртке батырылған мақтаны алып, біз Б класына шприцпен бірге тастаймыз. Осылай 5-ші кезең аяқталады.